Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын өте дәмді лағман жасаймыз. Ол үшін бізге сарымсақ, сәбіз, қызылша және тәтті бұрыштар керек. Және ет керек. Осы барлық аталған заттарды турап, видеода көріп тұрғандай сарымсақтан бастаймыз. Осылай турап аламыз сарымсағымызды. Сарымсағымыз көбірек болса, біздің тамағымызда дәмдірек болады. Енді тәтті бұрыштарымызды тураймыз. Турап болғаннан кейін біз сәбізімізді тураймыз. Сәбізді де өз қалауларыңызбен қалай турағыларыңыз келеді, солай турай берулеріңізге болады. Біздің каналға міндетті түрде тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Және де осылай қызылшаны тураймыз. Енді барлық туралған көкөністерді бір-біріне қосып, осылайынан дайындап аламыз. Және етіміз де дайын. Бірінші сарымсақтан бастап қызып тұрған майға осылайынан қуырамыз. Енді етімізді салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Енді капустамызды тураймыз. Турап болғаннан кейін жәнегі біздің етіміз бен сарымсағымыз қуырылып болды. Бірнеше минуттан кейін енді үстіне жәнегі туралған барлық заттарымызды саламыз. Салып, видеода да қуырамыз. Томат қосамыз, қызыл бұрыш қосамыз, қара бұрыш қосамыз және тұз қосамыз. Енді лағманның приправасын қосып жіберуіңізге болады, әркімнің қалауы бойынша. Үстіне аздаған су құямыз. Қуырылып болғаннан кейін, сосын бетін жауып, осылайынан әбден қуырып алғаннан кейін картошкамызды турап дайындап қоямыз да, осы қуырылған заттарымыздың үстіне картошкамызды саламыз. Енді қайнап тұрған суымызға осылай тұзды қосып, лапшасын пісірамыз. Лапшаны суға салып болғаннан кейін бірнеше минуттан дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, уже біздің лағманымыз дайын. Өте дәмді шықты.